Оқиғаның басталуы оқиға сиқыр бәрінен жоғары бағаланатын Черный Клевер әлемінде өтеді. Оқиғаның басында бізге екі жетім бала Аста Юно жайлы айтылады. Екеуі де болашақта сиқыршылар патшасы болуды армандайды. Бірақ екеуінің айырмашылығы Юнода талант болса, Аста мүлде сиқыр қолдана алмайды. Екеуі бірге өсіп бір-біріне бәсекелес болады. Юно кішкентайынан өте талантты сиқыршы екенін көрсетеді. Ал Астада керісінше мүлде сиқыр күші болмайды. Соған қарамастан Аста күні бойы жаттығады. 15 жасқа толғанда гримуар алу рәсімі өтеді. Юно 4 жапырақты сирек гримуар алады. Әрмен қарай бір ұры келеді де Юноның гримуарын тартып алмақ болады. Аста досын қорғауға келеді. Сол кезде оған 5 жапырақты қара гримуар келеді. Осы оқиғадан кейін Юно Астаны қатты құрметтей бастайды. Сол күннен бастап екеуі де болашақта сиқыршылар патшасы атанамыз деп бір-біріне уәде береді. Қара киімдегі Юно, ал мына ақ шашты адам ол әрине Аста главный герой. Аста өз дегенінен қайтпай сиқыр қолдана алмаса да мен бәрібір де сиқыршылар патшасы атанамын деп айта береді. Мына жақта Юно өзінің сиқырын әдемілеп көрсетіп жатады. Аста болса тынымсыз дайындала береді. Гримуар рәсімі ауылдағы мұнарада барлық 15 жастағы балалар жиналады. Гримуарлар өз иелерін өздері таңдайды. Көпшілік қарапайым 3 жапырақты гримуар алады. Юноға өте сирек кездесетін 4 жапырақты гримуар ұшып келеді. Барлығы таңғалады, өйткені мұндай гримуар бұрын соңды болмаған. Юно өзінің әдемі сиқырлы кітабын үйреніп жатады, ал Астаға ешқандай да гримуар келмейді. Барлық адам таңғалады, себебі Аста ешқандай да кітап гримуар алмағаннан кейін оның қатты көңіл-күйі түсіп кетеді. Юно өзінің талантын қосып, кішкене де болсын алған гримуарын халыққа көрсетеді. Барлық халық Юноны өте мықты сиқыршы болатындығына сенеді. Барлығы аң-таң мәз. Ал біздің главный герой Аста мұңайып қалады да халыққа мен бәрібір де сиқыршылар патшасы атанамын деп жариялайды. Барлығы да мына баладан түк шықпайды деп қарқылдап күледі де одан кейін кетіп қалады. Барлығы да өз еркімен үйлеріне кетіп бара жатқан кезде Юно үйіне қайтып бара жатқан жерінде оған сиқырлы рыцарь Ревчи шабуыл жасайды. Юноның 4 жапырақты гримуарын ұрлап алғысы келеді, өйткені оның сатып байып кетемін деп ойлайды. Ол тізбекті сиқырмен Юноны байлап тастайды. Аға Аста араласады да Юноға қарай көмектеседі, бірақ та ол тұра алмай жатады. Одан кейін Аста өзіне мотивация береді де өзіне мына ұры Ревчиді жеңіп болғаннан соң 5 жапырақты гримуар алады. Аста өзіне сенімді болғаннан кейін мына Ревчиге қарай шабуыл жасайды. Аста Юномен бәсекелеседі. Кім сиқыршылар патшасы атанса, сол әлемдегі ең үздік сиқыршы болады деп айтады. Келесі кезекте Хейдж ауылына аттану. 5 жапырақты гримуар алғаннан кейін Аста мен Юно Астанаға баруға дайындалады. Ауыл тұрғындары екеуін шығарып салады. Лили әпке мен әке Орси оларға сәттілік тілейді. Барлығы да болашақта аман есен оралыңдар, мен сендерге сәттілік тілеймін деп өз баталарын береді. Аста тағы да өзінің әпкесіне маған тұрмысқа шығасыз ба деп ұсыныс жасайды. Лили әпке әрине жоқ деп жауап береді де әрмен қарай Юно мен Аста басқа әлемге қарай аттанады. Өз армандары үшін барлық нәрсені де құрбан етеміз деп айтады. Екеуі алғаш рет Кловер патшалығының астанасын көреді. Адамдар мен сиқыршылар көріп бәріне қызығып қарай береді. Емтихан алаңы, олар сиқырлы рыцарлар емтиханы өтетін жерге келеді. Бұл жерде жүздеген талапкерлер жиналған. Олар Астаның гримуарын көріп қарқылдап күледі. Әрмен қарай Аста өзінің болашақ капитаны Ямимен кездеседі. Көп ұзамай міне капитандар да келіп қалды. Олардың ішінде Ями, Уильям, Фуэгелеон, Нозель, Силва секілді мықты рыцарлар бар. Алғашқы сынақтар талапкерлер бірнеше сынақтан өтеді. Мысалы, спырғышпен ұшу. Юно барлық сынақтан жақсы өтеді, ал Аста болса ұша алмайды, сиқыр қолдана алмайды, көп тапсырмадан өте алмай қалады. Осы кезде барлық сиқыршылар Астаға күле бастайды. Келесі кезек жекпе-жек кезеңі, емтиханның соңғы сынағы. Талапкерлер бір-бірімен шайқасып өз күштерін капитандарына көрсету керек. Астаға қарсылас болып секке бронза түседі. Астаның қарсыласы оны менсінбейді, себебі Аста мүлде сиқыр қолдана алмайды деп оны келеке етеді.
Секкенің сиқыры секке қола бронза сиқырын қолданады. Ол жерден үлкен қола есірткісін жасап шығарады. Көрермендер болса аң-таң боп қалады. Секке қарсыласын бірден жеңгісі келеді. Астада қарап тұрмай ол Секкеге қарсы шабуыл жасайды. Барлық капитандар мына Астаны слабый деп ойлап қалады, ал Юно болса Астаға мәңгілік сеніп өтеді. Сынақ аяқталайын деп жатыр. Астаны болса ешкім таңдамайды, ал Юноны ең мықты рыцарлардың бірі таңдап алады. Юно басын тік көтеріп, мен бәрібір де болашақта сиқыршылар патшасы атанамын деп айтады. Юноның осындай сенімділігінен кейін барлық рыцарлар Юноға қызығады. Астаның кезеңі, ал Астаға ешбір капитан қызықпайды. Ешқандай рыцар қолын көтермейді. Сол кезде кенеттен бір ғана қол көтеріледі. Бұл Ями Сукехиро, қара бұқалар жасағының капитаны. Ол Астаның алдына келіп, оны қатты візгіледі мен қорқытады. Ями біріншіден Астаны қатты балағаттайды. Сен не әлсізсің бе, қандай адамсың дейді. Сол кезде Ями оған күліп қарайды да, кел ғане, сенің маған мінезің қатты ұнады, менің командама қосыл деп айтады. Әрмен қарай Аста мен Юно кездеседі де, біздің сертімізді ұмытпа деп екеуі екі жаққа қарай кетіп қалады. Аста болса қатты қуанып жатады, себебі ол қара бұқалардың ресми мүшесі атанды. Әрмен қарай Аста өзінің командаластарына бір қарайды да, сол кезде керемет адамдармен танысады. Барлығы бір-бірімен танысып жатқан кезде Астаға бір адам шабуыл жасайды. Таныс болыңыздар, бұл адамның есімі Магна Свингпен. Магна от сиқырын қолданатын қызу мінезді жігіт. Алғашында ол Астаны сынап көргісі келеді. Магна өзінің күшін ашады да Астаға қарай шабуыл жасайды. Өзінің характерін қосады да Магнаның соққысын сымела қайтарып тастайды. Содан кейін екеуі бір-бірімен жақсы танысып кетеді. Болашақ сиқыршылар тынығып баняға түсіп дем алып жатады. Сол кезде келесі кезекте бір әдемі қыз келеді. Танысып қойыңыздар, бұл қыздың есімі Ноэль Силва. Ол атақты Силва әулетінің мүшесі. Қарапайым адамдармен сөйлескім келмейді деп өзін тәкаппар ұстайды. Егерде Черный Клевер анимесі қызық болса, мен алдағы уақытта сіздерге толықтай түсіндіріп беретін боламын.